Қайырлы күн, сіздермен бірге мен Аман Ислам Нұрбергенұлы. Бүгін біз Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының Жайық электр орталығының бас инженері Каналиев Ерлан Сабжанұлына қонаққа келдік. Ендеше сұхбат алуға кеттік. Мамандық тұлғасы атты бейнесюжетіне қош келдіңіз. Енді біз сұхбатымызды бастайық. Жалпы сіз осы салаға қалай келдіңіз? 2003 жыл Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетіне электроэнергетик мамандығы бойынша оқуға түстім. Сол 5-ші курстан бастап осы Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының жылу электр орталығына кезекші электромонтер болып жұмысқа орналастым. Ерлан мырза, жалпы сізге өзіңіздің мамандығыңыз ұнайды ма? Иә, өз мамандығым маған ұнайды. Өйткені біз халыққа қызмет етіп отырмыз. Қаламызға жылумен, сумен және электр қуатымен қамтамасыз етіп отыр. Сіздің кәсіби сатыңыз ең басында қандай қызмет атқардыңыз және қазір қандай қызметтесіз? Білімімді шыңдап, тәжірибемді жинақтай жүріп, аға электромонтері болдым, одан ауысым бастығы болдым. Қазіргі таңда жылу электр орталығының бас инженерімін. Ерлан мырза, жалпы осы мамандықтың қиындығы неде және жұмыс барысында қиыншылықтар болды ма? Электр тоғы қауіпті екені бәрімізге мәлім. Егер қауіпсіздік ережелерін сақталмаса, ол қайғылы жағдайға әкеліп соғуы мүмкін. Жалпы энергетика мамандығы жұмыс істеу үшін қажетті информация өте күрделі және ауқымды болып келеді. Сондықтан әр маман үнемі ізденіп және тәжірибесін жетілдіріп отыру қажет. Жауабыңызға рахмет. Ерлан мырза, жалпы сіз кәсіби маман ретінде осы саланың болашағын қалай бағалайсыз? Біздің әлем энергиясыз дами алмайды. Қазіргі қоғам энергиясыз және жылусыз өмір сүре алмайды. Сондықтан энергетика еңбек нарығында әрқашан сұранысқа ие болады. Ерлан мырза, ендеше осы сұхбатымыз аяқталды. Сізге көптен көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Рахмет.